Сәлем оқырмандар. Біздер қазір ашымамен дұрышсыз тава нан жасайтын боламыз. Алдымен осы 150 грамм ашымамызға 650 грамм кранттан алынған салқын су құямыз. Таразымен өлшеп, міндетті түрде дәл граммен өлшеніп құйылу керек. Ашыманы осылай сумен араластырып аламыз да, одан кейін ұнымызды саламыз. Ұнымыз бірінші сорт немесе жоғары сортты болса болады. Ұнның көлемі 1 килограмм ұнды салып әбден араластырамыз. Одан осындай жабысқақ тесто пайда болады қолымызға. Одан қорықпаңыздар. Осылай табаққа дайындап, бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін ашып, тұз сеуіп, тұзымыз 20-22 граммдай тұзды сеуіп, әбден тұзды тестінің ішіне кіргізіп, араластырамыз. Қолдарыңызды сулап алсаңыздар болады, жабыспас үшін. Содан кейін сұйық май құйып, 2 ас қасық сұйық май құйып, бетін жауып, тағы 1 сағатқа қоямыз. Тестіміз әбден тынығып, қолға жабыспайтын жақсы бір қалыпты тесто пайда болады. 1 сағаттан кейін осылай созып, обминка жасаймыз. Мен жасағандай созып, кері қайырып, немесе үстіне салып, тестіні араластырып қоямыз. Осылай 4 рет жасаймыз сағат сайын. Содан кейін 4-5 сағатқа қоямыз. Сонда осындай тесто көтеріледі. Оны ыдысқа жерге түсіріп, ұнға түсіріп, мен 3 бөлікке бөлдім, немесе 2 бөлікке бөлуге де болады. Содан кейін мен жасағандай обминка жерге тестіні бүктеп жасаймыз. Мұқият қараңыздар. Өру арқылы тестіні жинаймыз. Одан кейін оны арнайы қалыпқа матамен жайылған саламыз. Бетін жауып, холодильникке 10-12 сағатқа салқынға қоямыз. Дайын болған тестімізді 12 сағат өткеннен кейін алып, пісіретін тавамызға саламыз. Алдын ала духовканы 200-250 градусқа қойып, қосып қыздырып қойыңыз. Салар алдында бетіне ұн сеуіп, оны арнайы лезвиямен ортасынан кесіп жіберіңіз. Кескен жерден нан өзі дем алып, сол жер арқылы көтерілетін болады. Пешке салып 40 минут, 35-40 минутта осылай пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Көп рахмет. Видеоны лайк басып, подписаться етіп кетіңдер.